Сәлеметсіздер, құрметті ұстаздар мен оқушылар, бізге қазақ IT сабағынан жоба әзірлеуге берген болатын. Біз өзіміздің жобамызды дайындадық, сондай-ақ өнімізді де шығарған болатынбыз. Біздің таңдаған тақырыбымыз қазақ халқының тұрмыстық ертегілері. Соның ішінде біз қарлығаштың құйрығы неге айыр, ортоқпақ және де қаңбақшал ертегілерін алған болатынбыз. Бұл жердегі біздің мақсатымыз халық әдебиетінің бір тармағы болатын тұрмыстық ертегілерін жасөспірімдерге оқыту. Біздің міндетіміз жаңа технологияларды пайдаланып жасөспірімдерді оқуға деген қызығушылығын арттыру. Біз бұл жобамызда ең алғашқы мұқаба бетінен кейін біз кіріспе бөлімін кірістірдік. Бұл кіріспе бөлімде жалпы тұрмыстық ертегілері жайында қысқаша анықтама беріліп, оның ерекшеліктерін көрсеткен болатынбыз. Біз ең алғашқы ертегіміз жобамыздағы ол ортоқпақ ертегісі. Біз бұл ортоқпақ ертегісін жай ғана мәтін ретінде емес, комикс ретінде жасаған болатынбыз. Бұндағы біздің мақсатымыз оқушыларды қызықтыру, оларды осы ертегіні оқуға қызығушылығын ашу мақсатында комикс ретінде, яғни суретпен дайындаған болатынбыз. Біздің жобамыздың ерекшелігі, біз әр ертегі сайын ертегіміздің соңында, яғни тапсырмалар жасап оқушыларға дайындаған болатынбыз. Келесі біз дайындаған ертегіміз бұл қаңбақшал ертегісі. Бұл тәңірге тақырыбымызға сәйкес жаңа технологияларды пайдаланып QR кодпен әзірленген QR кодты сканерлеу арқылы оқыту барысына өтеді. Және де екінші тапсырма бұл ребусты шеш деп аталады. Ребусты төменге қарай шешетін болады. Одан кейінгі біздің үшінші ертегіміз қарлығаштың құйрығы неге айыр деп аталады. Алдыңғы екі ертегі біреуі комикс түрінде, екіншісі QR арқылы ертегіні оқу болса, үшіншісі мәтін түрінде берілген болатын. Және де осыдан кейін қарлығаштың құйрығы неге айыр ертегісіне біз сөз жұмбақ құрастырған болатынбыз. Және де соңғы беттерге келетін болсақ, жоба авторларының суреттері және қай топ студенттер екенін жаздық. Тест тапсырмаларының жауаптары және мазмұны деп жобамызды аяқтаған болатынбыз.